келесі бөлім 연습, яғни жаттығу бөлімі. 다음 보기와 같이 쓰세요. 그리고 말하세요. үлгідегі етіп жазыңыздар және серігіңізбен бірге айтып жаттығыңыздар. мысалы, алдыңғы тапсырмадағыдай 수업 후에 테니스를 치다 дегенге бүгінгі өткен ережелерді қолданып осы сөйлемді толтырамыз. 수업 후에 테니스를 칠까요? 좋아요. 테니스 쳐요. деп жауап беріп тұр. мысалда осыған қарап орындаймыз. 이번 주말에 나는 등산 가다. 미안해요. 이번 주말에는 약속이 있어요. яғни бірінші сияқты 등산 갈까요? деп ұсыныс жасайды. одан осы кешір, осы жұмада бір уәде берем ба, жұмысым бар еді, уәде бар еді дейді. келісіп қойған жұмыс, 약속 деген. 오늘 오후에 영화 보러 가다. 좋아요. жақсы, істейміз деп келісіп тұр. яғни 오늘 오후에 영화를 보러 갈까요? 좋아요. 영화를 보러 가요. деп жауап беруге болады. келесі. 오늘 점심에 뭐 먹다. жауабы 비빔밥을 먹으러 가요. 비빔밥 жеуге барамыз дейді. яғни сұрақта бүгін не жейміз деп сұрап тұр. бүгін не жейік деп. 오늘 점심에 뭐 먹을까요? 비빔밥을 먹으러 가요 дейді. мінекей өздеріңіз үйде жаттықтыңыздар. келесі жаттығу. 보통 아침에 뭘 먹어요? әдетте азанда не жейсің? 빵이나 밥을 먹어요. соның ішінде пан және пап деп тұр. нан болмаса күріш жеймін дейді. нан немесе күріш жеймін дейді. осындай бізде көп қолданылмаса да, Кореяда осындай сөз тіркестері көп қолданылады. екі нәрсені көбірек айтады осылай. мынау немесе мынау деп. 집에서 학교까지 어떻게 가요? үйінен мектепке дейін қалай барасың дейді. 지하철 және 버스 деген сөздер тұр. яғни 지하철이나 버스로 가요. немесе 버스나 지하철로 가요 деп жауап берсеңіздер болады. 몇 번 버스를 타요? нешінші автобусқа отырасың? 7번 버스 және 56번 버스 дейді. 7번 버스나 56번 버스를 타요. десеңіздер болады. үшінші. 오늘 오후에 영화 볼까요? бүгін түстен кейін кино көреміз бе? 미안해요. 오늘은 약속이 있어요. 내일 және 모레 дейді. 내일이나 모레 봐요. ертең немесе арғы күні, бүрсі күні көреміз дейді. 그럼 내일 만나요. онда ертең кездесеміз. осымен 연습 бөліміміз аяқталды. келесі бөлімде диалогтарды түсіндіремін.